Бұл Жапонияда болған оқиға. Үйін жөндеу үшін бір адам қабырғаны бұза бастайды. Дәстүрлі жапондық үйлерде ағаш қабырғалары бір-бірінен алшақ орналасқан, арасы қуыс болады. Қабырғаны бұзып жатқан құрылысшы оның арасында үлкен кесіртке тұрғанын көреді. Кесірткенің бұл түрі гёко деп аталады және үй-жайлар арасында жиі кездесетін көрінеді. Кесіртке тірі еді және қашып кетпеді. Өйткені оның бір аяғы шегеленген екен. Жөндеушінің оған жаны ашығанымен қызығушылығы оянады. Себебі шегелер ескі, яғни осыдан 5 жыл бұрын үй алғаш салынған кезде шегеленген. Сонымен не болды? Бұл кесіртке осындай қалыпта 5 жыл өмір сүргені ме? Аяғы шегеленгеннен бері қозғала алмай, қабырғадағы қараңғы саңылауда 5 жыл тұрғаны ма? Мүмкін емес, ақылға сыймайды. Құрылысшы шынымен таңғалды. Бұл сұрақ қызықтырғаны сонша жұмысын тастап, кесірткеге мұқият бақылау жүргізеді. Не істеп, не ішіп жеп, қалай аман қалған? Кенет аузына тамақ тістеген тағы бір кесіртке пайда болады. Жапон құрылысшысы таң қалғаны сондай, көңілі бір түрлі күйге түседі. Аяқтары шегеленген кесірткені 5 жыл бойы басқа кесіртке тамақтандырып келген. Мүмкін оның жұбы. Сүйіктісінен үмітін үзбей, шаршап шалдығып, 5 жыл бойы азық тасыған. Адамдар бізден шықпайтын қабілетті, бұл бейшара кішкентай жаратылыс бізден асырып өтей алған. Бұдан шығатын қорытынды: жақын адамдарыңды ешқашан тастама. Қажет кезде бос емеспін деп сылтау айтпа. Бүкіл әлем сенің аяғыңның астында болуы мүмкін, бірақ олар үшін сен жалғыз әлемсің. Бір сәттік немқұрайлық әрқашан сені жақсы көретін сол жүректі жаралауы мүмкін. Амантай Тойшыбайлы парақшасынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.